Сары май тарихтан бері ата-бабамыз күнделікті тұрмыста қолданып келе жатқан қоректік қуаты мол, шипалық қасиеті зор, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан қасиетті азықтардың бірі. Бұл күндері осы киелі астың қадірі кетіп, таза табиғи қасиетінен айырылып барады. Сары май өзінің қоректік құнымен адамзаттың қажетін қанағаттандырып қалмастан, шипагерлік саласында да өзіндік рөлін әйгілеп келеді. Мысалы, адам денесінде қан қоюлық байқалса, таңертеңгі аста сары майды қалыпты деңгейде тұтынса, денедегі қан түйіршіктерін адыратып жібереді екен. Сары майды үздіксіз тұтыну қан қоюлық ауруының алдын алып қана қоймай, қантты несеп ауруына ем болатын шипалы дәрі есептеледі. Әсіресе қазақтар ерте кезден сары майды пайдаланып, буын ауруын емдеп келген. Онда буын қабыну ауруына тап болған адамның буынына сары май салынған қарынды тарту арқылы емдеген. Іші қатқан ересек адамдар мен сәбилерге де сары майды ертіп ішкізіп отырған. Қазақ шипагерлігінде жара болған орынға сары майды ертіп жақса, жарақаттың аузын жұмсартып, ауырғанды басып тез қалпына келуіне көмектеседі екен. Біздің ата-бабаларымыздың әлемдік интернет желісіндегі ақпараттармен танысу мүмкіндігі болмаған. Бірақ сол кісілер көп біліпті, көп нәрсені дұрыс жасапты. Кішкентай кезімізде аталардың шайға сары май салып ішкендерін талай көрдік. Солар 90 жастан кем жасамады. Сары май туралы аңызда, мақалда, ертегіде жеткілікті. Осы жерде оны неге сары май деп анықтауыш қосып айтатынын түсіндіре кетейік. Ата-бабаларымыз жейтін май өз табиғатында екі түрлі. Бірі сүттен алынса, екіншісі еттегі май. Оларды ажырату үшін алғашқысын сары май, екіншісін ақ май деген. Аузынан ақ май ағызды деген бейнелі тіркес семіз малдың етімен асырудан туғаны талассыз. Сүттен алынатын май туралы теңеумен тіркес еттің майына қарағанда көбірек айтылған. О, сары май, дертке дауа дәрі май, асайын шармансыз, жүредім мен жарымай деп, сараңбайдың майын алып кететін қушыкештің айласына қайран қалатын біз бала кезде. Сары майдай сақтаған деген теңеу сөзді талай естідік. Неге сүрғаздай сақтаған, бір уыс талқандай сақтаған деп емес, дәл мына нұсқада ғана бейнелі сөз екенін ойласаңыз, атамыз қазақ үшін сары майдың қаншалық құрметті болған аңғару қиынға соқпас. Әрі тұрмыста қазы мен талқанды сақтаудан майды сақтау оңай еместігі де осы тіркестен байқалып тұрады. Майды шайқау жұмысының өзі балалар үшін мәні бар әңгімеге айналған. Ол ыдысқа түсіп кетіп, тырбаңдап, ақыры сұйық күлеге қатты майға айналғанда, соның үстінен секіріп шығып, жаны қалатын бақа жайында болатын. Бұл тынбайтын еңбек қана қиындықтан құтқаратыны туралы тәмсіл болғанмен, әр жағында майдың қалай жасалатыны туралы көрініс бар. Бермесе де бай жақсы, жемесе де май жақсы деген мақалдың мәні терең. Байы бар ауыл қалай дегенмен халықтың дәулетті екенінің көрінісі, ал майы бар дастархан үйдің берекелі екенінің айғағы. Оны жеуің не жемеуің екінші мәселе. Ең бастысы елде адамдардың бақуат тұрғаны, үйде тағамның болғаны. Қозы қарын майым бар, көп сақтаған жайым бар деген мақал сары майдың қайда және қанша уақыт сақталатынын аңғартып тұр. Бұл анау-мынау тапшылыққа ұшырай қоймаймын деген адамның сөзі. Сақтап қойған қозы қарын майы бүгінгі сөзбен айтқанда стратегиялық запас деп саналады. Тікелей май немесе сары май деген сөздері болмаса, қарынның құрышы, қапшықтың бұрышы деген аталы сөз әлгі стратегиялық қор таусылар кезде аңғартады. Қапшықтың бұрышын қағып соңғы астықты шығарады, ал майы біткен қарынды қақтағанда ол құрыш деп аталатын тағам болып шығады. Оны шайнағаның өзі адамды тойдырады ғой. Қазіргі қарынға салған майдың өзін көрмей өскен ұрпақ ондай қарынның ақырында шоққа қақталарын, сөйтіп құрыш аталарын қайдан білсін? Бұл орайдағы тағы бір мақалды келтіріп тақырыпты түйіндеуге болады. Атамыз қазақта бір қарын майды, бір құмалақ шіртет деген мақал бар. Ол нағыз тәрбиелік мәні бар түйінді сөз. Бір адамның жаман қылығы бүкіл ауылдың атына кір келтіретінін осылай сипаттаған. Қазіргі жағдайға бейімдеп түсіндірсек, Нұр Отанның мүшесі пара алып ұсталса, ол бүкіл билік партиясының атына нұқсан келтірмей ме? Қазақ оны
баяғыда әлгіндей ғажап мақалмен бейнелеп беріпті.